Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте жұмсақ, ерекше екі түрлі бәліш жасайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізге жарты қасық тұзымызды, 2 қасық қантымызды, ашытқымызды, ерітілген сары майымызды құйып араластырып, ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Міне осылай. Және де айта кетейін, қамырымыз қатты болмауы керек, өйткені біз бәліш жасап жатқандықтан жұмсақ қылып илеуіміз қажет. Одан кейін бетін жауып, ашытуға жібереміз. Міне ашыды, дайын тұр. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Осылай кішкентай суалашалар жасап алатын боламыз. Енді дәл видеодағыдай формада жайып алатын боламыз. Одан кейін кесіп ортасына макс сеуесіздер. Осылай орап тастайсыздар. Қалғандарында мен айтқандай кесіп алып, макс сеуіп, орап тастайсыздар. Міне, енді ыдысымызға жұмыртқамызды салып, бетіне жағып аламыз. градуста 5-8 минутқа пісіріп аламыз. Енді мен екінші түрін көрсететін боламын. Осылай жайып аламыз. Одан кейін кішкентай ғана шетін кесіп, тосабымызды салып, осылай қайырып, оны да орап тастаймыз. Қалғандарында мен айтқандай шетін кесіп, тосабымызды салып, қайырып, ораймыз. Міне өте ерекше болды. Одан соң жұмыртқамызды жағамыз. Міне бұл біздің бірінші бәлішіміз. Өте керемет және де ерекше, дәмді, жұмсақ болып шыққан сияқты өздеріңіз көріп тұрғандай. Ал енді мынау екіншісі. Екіншісі де бірінші бәліштен қалып қалған жоқ. Өте керемет, қызарып, жұмсақ болып пісті. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Жасап көріңіздер, ас болсын.